Сәлем, объективті оң мен солды ажыратып білетін саналы көрермен. Сіздермен әдеттегідей жақсы болады арнасы, және бүгінгі шығарылым шұғыл. Мен бүгін Тоқаевтың жолдауын, оның ішінде салықтың прогрессивті шкаласын ерекше атап өткім келеді. Таңғалмаңыздар, қазір әдеттегідей қарапайым тілмен ауыр сөздердің мағынасын ашып береміз. Кеттік. Салықтың прогрессивті шкаласы деген не сөз? Бай адамдар кедейлерге қарағанда салықты көбірек төлеу керек деген сөз. Неге? Бүгінгі таңда әлемде, оның ішінде Қазақстанда да елдегі байлықтың басым бөлігі кіші топтардың қолында екендігін барлығымыз білеміз. Ал енді табысы көптер көбірек салық төлеу керек. Ол ақша елдің тұрмыс тіршілігіне жұмсалатын болады. Екіншіден, біздің елде байлар мен кедейлердің айырмашылығы жер мен көктей. Мәселен, тұрақты жұмыс орны жоқ Қайрат аға. Ол күні-түні таксист болып жұмыс жасайды. Айлық табысы орта есеппен 90 мың теңге. Оның 10 мың теңгесі жанармайға, 30 мың теңгесі азық-түлікке кетеді. Қалған ақшасының барлығын пәтер жалдауға жұмсайды. Қайрат ағаны жол патрульдік полициясы тоқтатып, сіздің жылдамдығыңыз 60-тан асып кетті, сізге штраф 8 мың теңге дейді. Нәтижесінде Қайрат ағаның бала-шағасы осы айда азырақ тамақ ішеді. Енді кәсіпкер Мұхтарды алып көрейік. Оның айлық табысы 2-3 миллион теңге. Мұхтарды да жол патрульдік полиция қызметкерлері тоқтатады. Жылдамдығыңыз 60-тан жоғары болды, сізге айыппұл 8 мың теңге дейді. Мұхтар полиция қызметкерлерінің бетіне 20 мың теңгені лақтырып, ары қарай жүре береді. Бұл Қазақстандағы әділетсіздіктің көрінісі. Қазір Тоқаевтың бұл бастамасын бизнес өкілдері мен беделдері таудай кәсіпкерлер қолдамай отыр. Олар үшін көбірек салық төлеген тиімсіз әрине. Бірақ қарапайым халықпен бір деңгейде болу тиімді, иә? Халықтың арасына енді кәсіпкерлер аз жалақыларын көрсетіп, санын өтірік азайтып көрсететін болады. Салықтан қашатын болады. Өз айлықтарын әдейі аз қылып көрсетіп, салықты аз төлеуге тырысады деген сияқты табиғи құбылыстарды айтып қорқытып жатыр. Америка ашпай-ақ қойыңыздар, ағайын. Қазақстанда көлеңкелі экономика болды және бола береді де. Бұл құбылыстан қорқып қарапайым халықты ұмытуға болмайды. Бәрі тең болсын. Малың көп па? Малың жайылған жеріңе сай салық төле. Ал кедей өзінің бір-екі қойы жайылып жүрген жер үшін салық төлесін. Халықтың қал жағдайын көтеруге бағытталған кезде ғана байлық несібелі болады. Құрметті көрермендер, халықтың 90%-ның ойы мен жағдайы қалған 10% байлардың ойынан маңыздырақ. Бәрі жақсы болсын.